Сәлем достар, Аспаз Келін каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай күріш сорпасын дайындайтын боламыз. Рисовый суп деп атап жатады. Өте дәмді, салқын күндері осындай ыссы сорпа жасап көріңіздер. Және де үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Менде жылқының еті болғандықтан етімді қуырып салатын боламын. Егер сіздер өздеріңіз суға салып ассаңыздар да болады. Осылай қатты майда емес, үлкен де емес бөліктерге бөліп етімді турап алдым. Көкөністерімізді турап бастаймыз. Менде пиязбенен сәбіз турадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша болгар бұрышын және қызанақ қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша сала берсеңіздер болады. Енді қазанымызды отқа қойып, азғантай мөлшерде сұйық май құйып, етімді қуырып бастадым. Сіздер өздеріңіздің адам санына қарай мөлшерлеріңізді көбейтсеңіздер болады. Менде адам саны аз болғандықтан осылай кішкентай ғана жасадым. Етіміз қуырылып жатқан кезде енді сәбізімізді саламыз және пиязымызды осылай бүтіндей салдым. Өйткені менде балаларым жемейді пиязды. Сол үшін осылай бүтіндей салып, пісуге жақын қалған кезде алып тастайтын боламын. Енді тұзымызды саламыз. Менде тұзымда қара бұрыш араластырып қойдым. Бірден осылай тамаққа сала беремін. Жақсылап қуырып аламыз 5-10 минуттай. Содан соң суымызды құямыз. Мінекей қайнап шықты. Сорпамыз мөлдір, қараңыздар. Енді картопымызды саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Енді осылай бір кесе ғана күріш салдым. Одан көп салмайсыздар. Мұнда 1,5-2 литрдей сорпа бар. Енді мінекей жуамызды алып тастаймыз, яғни пиязымызды. Егер балаларыңыз жемейтін болса, осылай жасасаңыздар болады. Енді күрішімді жақсылап жуып алып, осылай қазаныма салдым. Енді шамамен 15-20 минуттай бетін қатты жаппай, жай отта пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Неке сорпамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Әлі де көп рецепттер болады. Не осылай өздеріңіздің қалағаныңызша ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.